примерно 15 Хаянистен Дениске великпен жолға шықтық. Құдай қаласа қызық болады деп. Түсінікті болу үшін айта кетейін, бұл Америка құрама штаттарындағы Массачусетс штаты, ал бұл картада көрсетілген Кейп-Код ауданы. Біздегі Хаянистен жалпы Иіс-Денисқа дейін жүру үшін жалпы 20 километр, яғни 2 сағат жолды жүріп өту керек. Қалай жүріп өткенімізді алдағы видеоларда бөлісемін. Что там? Я с пауымыздың уже машинасы бұзылып отыр. Салфетка алмадық қой әлі. Мына менің машинам көктайғақ. Жолдың 3/4 жүріп тастадық. Бірақ оңай болатқан жоқ уже. Бір рет жолға түсіп кетейін деді. Басын. Мында алдымызда уже полицейскийлер. Негізі бізді шлеммен, шлемнан үлгердім, бөйеттерімізді. Светожаны беріп қойған біз. Бізді алып кетіңдерші, полиция, пожалуйста. Примерно это мы не знаем, где мы едем. Короче, мы с Хаяниса выехали. И сейчас в пути до нашего города Саус Денис, короче. Из Денис, Вест Денис. Здесь этот Орман. На жақта Орман, ар жақта көл, короче. Ой, где мы едем, что мы делаем, непонятно. В общем, скоро, вау, ё-моё, скоро доедем живыми, надеюсь. Короче, давайте, пожелайте удачи. Бастамасы бар ғой. Мына жерде адам өлтіріп тастаған. Ой, ёпта. Ой, не үшін осы выбор жасағанымызды білмей жатырмыз, конечно. Короче, крайний зонаға кіріп кеттік. Ой, непонятно, где мы едем, короче. Ё-моё. Ну, бірақ әдем андай фильмдардағы сияқты келе жатырмыз ғой, прям. Капец, дерзко келе жатырмыз. Ох, ё-моё. Қазір примерно мен құлайын деп жатырмын бар ғой. Ох, ё-моё. В общем, осылай вид деген әдемі. Сен прям артынан түсір отырмын ғой. Кім ойлаған, бұлай деп кім ойлаған. Блин. Соған фильмдарға коушн деп тұрады ғой, сарымен кіруге болмайды деп. Біз солай кіріп кетіп жүрміз ғой. Яғни ужастик бірдеңе убийство басталатын жер болады ғой, лесу, короче. Что там, қалай себя чувствуешь? Сондай бір раймен деді. Ешкім жоқ қой мына жақта. Помощьқа шақырайын десең, адам жоқ, үй жоқ мына жақта. Орман ғой, Орманның ортасы ғой. Вот так. Кәдімгі, по сути. Америкада бір риза болған нәрсем, любой жерде жолдар теп-тегіс. Ё-моё. Любой жерде жол шу. Сол ғой, блин. Ой, ё-моё. Давайте тыныш жүрейік, қазір бір нәрсе атып шықса, ебать. Бля. Че говоришь? Тыныш жүрейік, а то қазір бір нәрсе атып шықса. Ага. Зомби ма? Ема, бля. По сути, біз өлсек сол ешкімге керек емеспіз ғой біздің. Бізді забудут просто. Если что, менің шотымда бір $900 бар. Парвала деп. Кімге керек ала беріңдер дейсің ба? О, қой что-то вот. Живой. Ема, гольф зона ғой мына. Ана бірден кіріп келіп, ана аяқ астынан күшті жерден шығып кеткен сияқты. Білесің ба бүйтіп? Алиса в стране чудес. Да. Үңгірдің арқасында аш жерде арқасынан күшті жер шығады. Ема. Капец. Мынаған қараңдар, ема, гольф зона. В общем, ой. Жасына біздің үйдің арты ғой негізі. Опа. Ема? Гольфтен де өтіп кеттік ал. Тағы бірден ешіп атқасы. Ой, айы бар күтіп тұрмасын болғаны. Айы бар күтіп тұрса енді. Білмейміз енді не істейтіміз. Мына жақта, ох, капец кайф келе жатырмыз ғой. Ема, опа. Бір сігіліп түспек. Ема, кайф келе жатырмыз ғой прям. Әлі біраз жол бар. Үштен екісін әлі өтпедік. Бірақ кеш қарайып отыр. Мынау орман.
көреміз. Кәдімгі бурабайда жүрген сияқтымыз. Бурабай дейді мына жақта. Мына футбол ойнайтын достар мынаны қараңдаршы. Орманның ортасында. Күшті емес пе? Бараталар мына жақта жатыр. Біз мына жақта. Жалпы мына төбені біз қарап отырып бір мән ұға аламыз да, бір жоғарыға шығу үшін қанша еңбектенсең, оның бір арқасында нәтижесі тұрады да, дәл осылай төмен қарай құлдилап, оның да бір рақаты бар да, ешқандай аяғыңда күш жұмсамай-ақ ұзақ жолға шыға аласың. Дұрыс па? Дұрыс. Жасыл жайлау, төк әлем, көк кілемде көп ойнаймын. Ой! Салам алейкум! Ал Дениске келді алып деп. Tamam. Арзақ қараға қайда барамыз? Стоппен шопқа сосын? Жеттік әйтеу. Зорға деген. Қолдарын қарашы аларын. Қолын көрсетші. Жігіттер жылап жатыр уже. Жеттік бірақ. Дениске аман есен. Наш продукт Сағат 8:30. Әлі үйге жеткен жоқпыз. Жолдамыз. 15 минуттан кейін үйде боламыз. Бұған да шүкір, айнала бұлай. Шаршадық. Бірақ аз қалдық. Жетіп қалдық. Орманның ортасында. Келдік ал.